Енді осыдан кейін қарасаң, ол жерде тағы біраз демократтардың ірі тұлғаларының былықтары бар екен. Мен енді оны сіздерге бүгін бірден ашып алақайлап үкілеп жеткізбей-ақ қояйын. Себебі ол жердегі кей адамдарды сіздер тіпті естіген де жоқсыздар. Американың саясатына үңіліп тереңдеп түсінгісі келетіндер болса, Секе ол туралы айтыңыз десе, мен айтармын. Бірақ былайғы Америкада президентінің кім екендігін, сыртқы істерінің кім екендігін ғана білумен шектелетін, Американың ірі геосаяси ұстанымдарын ғана білуге қызығатын, ары қарай ішкі әңгімелерін көп біле бермейтін және білгісі келмейтін оқырмандар болса, керегі жоқ десе, мен ол туралы ішкерілеп айтпай-ақ та қояйын. Маған салсаңыз, мен Американың шежіресін анау арысы 3 ғасырдан таратуға да ерінбеймін. Бірақ мәселе бұл жерде оқырманның өзінің таңдауы тәбеті дейтін зат та бар. Бұл бір. Екіншісі, осыдан ақ бір нәрсені байқадыңыздар ма? Қазақ тілді аудиториядағы үлкен кіші менің туыстарым. Америка деген елде екі партия алма кезек алысып жұлысып билік құрып отырған бұл елде таңғажайып бір еркіндік және тәртіп бар. Мемлекеттік қауіпсіздік бар. Және сонымен қатар соттың тәуелсіздігі бар. Президенттер сотқа әмірін жүргізе алмайды. Сот президенттерді соттай алады. Енді қазір атышулы Комо, мен енді сол жаңағы атышулы Клинтон немесе оның қатыны Хиллариді мен куәлік беруге шақырамын, егер келмейтін болса тұтқындауға дайынмын деп тұрып тарады. Егер Клинтон не оның қатыны Хиллари тұтқындалатын болса, білесіздер, Хиллари кезінде 45-ші президенттік кезінде Трамппен таласып жеңілген қатын болатын. Трамп 2 реткі президенттік кезінде 2 қатынды жеңді. Бірінші президенттік кезінде Хилларидің үстінен жеңіске жетті. Екінші президенттік кезінде басында Мәлкілдек шалмен күреске түсіп, Мәлкілдек шалдың қабырғасын опырғаннан кейін қара қатын сахнаға шыққан болатын. Сөйтіп қара қатынды да Қарашаңға қаптырып кеткен болатын. Енді Трамп бұл тактик кісі алдағы уақытта, міне байқадыңыздар, осы Американың демократиялық жүйесіндегі бір таңғажайып тетіктерді пайдаланып, өзінің құқын да қорғап жатыр. Оның бір айқын дәлелі, мынау BBC-дің тілшісін кешірім сұратып жұмыстан кетірді. Тілші өзі кетті. Неге? Анау атышулы Капитолий оқиғасы кезінде, анау Трамптың жаңағы сайлау кезінде, ресми сайлаудың нәтижесі жарияланған күні, сайлау нәтижесін қабылдағысы келмеген оның жақтастары жиналған кезде, BBC ашықтан ашық түрде, еш дәлелсіз түрде Трамп халықты бүлікке шақырды деп, сол күнгі бүкіл бүлікке Трампты кінәлығып шыққан болатын. Жазығы не? Трамп жиналған жұрттың алдында, мен мәселені сот арқылы шешемін, сондықтан сіздер бүлікке бармаңыздар деп шырпыр болған болады. Ал BBC-дің сол жаптым жала жақтым күйесін араға 4 жыл сарып барып, Трамп дәлелдеп шықты. Ақыры дәлел факттің алдында айдаладағы Англияның тәуелсіз медиасы BBC кешірім сұрады. Әлгі журналист этика бойынша қызметінен кетті. Және ол өзінің жалған ақпарат таратқандығын мойындап тұрып кетті. Неге? Жалған ақпарат тарату ол да кәдімгі батыс дүниесінде қарсы алынбайды. Жалған ақпарат тарату. Кешіріңіздер, зарядка қойып қойын. Окей. Енді көрдіңіздер ме? Сонымен бұл әңгіменің дені бұлай. Енді сол кезде Трампқа қарсы тұрған Секерберг тізе бүкті. Байденнің кезінде Сауд Арабияны үркітіп алды. Неге? Байден Сауд Арабияның ханзадасы Салман ханзаданың шамына тиетін сөз айтты. Салман әгі атышулы Стамбулдағы Сауд Арабияның елшілігінде белгісіз жағдайда өліп қалған қасықшы журналист туралы
Байден үнемі Салманды кінәлап келді. Ал Трамп өйткен жоқ. Трамп айтты: сен өлтірсең бір арабты өлтірсің, маған келер кетері жоқ деген ұстанымда болды. Ол ең бастысы Сауды Арабияны Байден сияқты өзінен үркітіп емес, керісінше Сауды Арабияны өзіне одақтас қылғысы келді. Байденнің Сауды Арабияны шапқа түртіп өзінен үркітіп алғаннан тапқан пайдасы бар ма? Жоқ. Сауды Арабия керісінше ол кезде Ресейге және Қытайға жақын болды. Байденнің кезіндегі Сауды Арабия ресейшіл саясат қолданды. Оның айқын дәлелі не? Еуропа Ресейдің Еуропадағы активтерін ресми түрде мұздатамыз дегенде, дәл осы Салман Ғанзада мұздатсаң болмойды, мұздатуға болмойды деп шыға келді. Салман Ғанзада Францияға ашық түрде: егер сен Ресейдің Франциядағы активтерін мұздатсаң, онда мен Францияның қолымдағы құнды қағаздарын, активтерін сатамын деді. Франция: болды, ләббай бегім, сіз ренжімеңізші деп тәубасына келді. Неге Салман Ғанзада Ресейді қорғап қалды? Себебі ол сол кезде Ресеймен ұстасып жатқан Байденмен аразашты болып қалған болатын. Байден оны үнемі анау Стамбулдағы анау қасықшы журналисті сен өлтірдің деп оның жағасына жармасты. Ал бүкіл дүние жүзінің мұнайын ұстап отырған, әлемдегі ең ірі мұнай шығарушы ел ОПЕК-тің атаманы болып тұрған Сауды Арабияның екі тізгін бір жыл бұрын қолын ұстаған Салман Ғанзадасы қалтасында не бары $1 миллион бар. Ұлының өзі анаша шегіп кеткен, есірткі шегіп кеткен, туған жеңгесіменен искесіп қойған Байден шалды менсінсін бе? Ол тіпті керек десең өзіне қатшы болып, кәдімгі даяшы болып, оның әлгі арабша киімдерін үтіктеп жуып беретіннің өзіне беретін айлығы Байденнің өмір бойы жиған ақшасынан көп болуы мүмкін. Сондықтан ол Байденге ары жүр деді: Американың президенті болсаң қайтейін, 4 жылдан кейін сен Ақ үйді тастап кетесің. Сенен кейін 4 жылдан кейін барып Ақ үйге кім келеді? Сонымен сөйлесермін, ары жүр деді. Міне Салманның аса айлакерлігі. Салман 80-ші жылдардың жігіті. Жаңылмасам 81 ма, 82 ма сондай ғой деймін. Ол да жас болғанына қарамай саясаттың жілігін шағып майын сімірген айлакердің біреуі. Өзінің шешесі көшпенді араб, бәдәуиннің қызы болған екен. Ал оның әкесінің бәлем бай қатыны болған. Қалған қатындары ана ақсүйектің баласы, мына ақсүйектің баласы, ана үлкен әулеттің қызы, мына әулеттің қызы. Жалғыз осы Салманның шешесі ғана арабтар көз күлмейтін көшпенді арабтар, яғни бәдәуиндердің қызы екен. Сондықтан Салман да ордада үнемі қақпай көріп өскен жігіт. Тіпті оны ешкім Саудияның билігін қолға алады деп ойламаған. Тіпті әлгі шешелері текті бай әулеттен шыққандар, немесе шетелдің халифаларының, сұлтандарының қызы болып, Саудының патшасына бәленбайынша тоқал болып тигендер, олар мына Салманды ертең билікке таласады деп ойламағанда. Себебі бұл араб дүниесінде дәрежесі ең төмен көшпенді арабтар бәдәуиннің қызынан туып отыр. Сөйтіп әлгі ордада қақпай көрген Салман ең соңында бір министрлік ұстап отырған, өзімен әкесі бір, шешесі бөлек ағаларын да, інілерін де қидай сыпырып, олардың парақорлығын, коррупционерлігін, тағы басқа былықтарын бәрін ашып отырып, әкесіне жағып, ең соңында әлгілерді не сотталатын қылып, не мансапты тапсыратын қылып, ең соңында әкесінің де сеніміне ие болып, Саудияның билігінде қолын алып шықты. Бұл жігіт анау-мынау жігіт емес, ол қысқасы 80-ші жылдың жігіті. Тіпті менен әлде қайда жас жігіт болғанына қарамастан, бұл жігіттің дүниедегі ең үлкен, ең бай елдің, дүниедегі мұнайды ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстап отырған елдің тізгінін ұстап шыға келді. Көрдіңіздер ме? Бұл деген сөз Салман да Саудияны өркендетіп келе жатыр.
яғни Саудияны алдыға қарай экономикасы көп салаланған, тіпті керек десе IT саласына, керек десе жасанды ақыл саласына, ары қарай туризмге қарай әкетіп, Саудияның мұнайдан түскен ақшасын енді ертең мұнай керексіз болып қалғанда, не мұнай таусылып қалғанда басқа сан салалы шаруашылыққа қарай ойыстырып жіберген Салман Ханзадаңыз да анау мынау адам емес. Енді Салман Ханзаданың Америкаға келіп Трамппен жүздескендегі анау Трамптың оны күтіп алған дастарқанына қарап мен бір нәрсені аңғардым. Трамп жай адамды өйтіп күтіп алмайды. Жай адамды өйтіп күтіп алмайды. Анау Аляскада Путинді бүлкөңдетіп түлкі бүлкөңге салдырып күтіп алған кезде Путиніңіз деген бір қолды, оң қолды қалтасына салып, сол қолды басып бүйтіп бүлкөң етіп Аляскада күтіп алғанда да дәл анандай дастарқан жайған жоқ. Ал Саудының Ханзадасы келгенде бүкіл жер шарындағы ағаймен сығайды Трамп дастарқанына бірақ шақырды. Тіпті әуелі әлгі футбол тебетін әлгі бір Роналд дейтін жігітті де шақырды. Анау Амазонның бастығы бар, әгі Илон Маск бар, әгі өзіменен Эпстейн файлында соғысатын. Қысқа соның бәрін бірін қоймай, Меланиян қайнатқан шайден, сүт шайден дәм татып, бауырсақтан жаңағы ауыздарыңызға бауырсақ салып, жеңгелеріңнің қолынан шай ішіп кетіңдер деп бәрін шақырған ғой. Мелания сұлу енді, әдетте қабақты түйіп отыратын сұлу келіншек, қабағы қатаң келіншек, осы жолғы Саудияның Ханзадасына жайылған дастарқанда енді шалының оң жағына бір шығып, сол жағына бір шығып, 80-дегі шалымай, жаңағы 25-дегі жігіттен артық болмасаң кем емессің деп күліп жарқылдап қабағын ашып отырғанына қарап, Трамп шалдың тактикасын көрдік ау. Қатынның да, басқаның да ебін тапқан шалың жаңағы дастарқанға кірген кезде әуелі анау бүкіл ел жүр жаңағы G.D. Vance біреумен сөйлес, Марко Рубио білмейм не жеді, бірдеңе жеп, аузын бүйтіп қолмен сүртіп қояды Марко Рубио. Анау бейресми отырған отырыстарға. Бір кезде жаңағы жариялаушы дастарқанның былайша айтқанда асабасы еді, Қазақстаннан алдырды ма екен білмеймін енді. Жаңағы бірінші ханым Мелания менен жаңағы президент Трамп келді, Сауд Арабияның жаңағы тақ мұрагері Ханзада келді деді, бүкіл ел атып тұрып жаңағы кәдімгідей жүгіріп кетті, күтіп алды. Мелания келді, шалекең Меланияны отырғызып қойып, өзі ар жағында екі аттап мінберге шығып сөз сөйледі. Ал бүкіл осы бір Салман Ханзаданы күтіп алған дастарқанға жиналған жұрттың ақшасы, ана миллиардерлердің ақшасы, бүкіл жер шарындағы 8 миллиардтың бүкіл ақшасының жартысынан көп деген сөз шықты. Ана бір дастарқанға Трамптың жинаған адамдарының бүкіл байлығын қосса дейді, бүкіл жер шарындағы 8 миллиард адамның бүкіл байлығының қосындысының жартысынан көп дейді. Ал міне көрдіңіз бе ол дастарқанның сипатын? Ал енді бұл дастарқанның соншама кереметін көріп мен бір нәрсені ойладым. Демек, Америка, Орта Шығыста, Сауд Арабия, мүмкін Мысыр, мүмкін Араб Бірлескен Әмірлігі, мүмкін Катарды қосқан, мүмкін Израильді қосқан, мүмкін оған Түркияда қатысуы мүмкін. Сирияны білмеймін. Мүмкін Түркияда қатысады. НАТО-ның Орта Шығыстық одағын құрып шығады. Немесе НАТО қосылған Орта Шығыс, немесе Америка плюс Орта Шығыс. Мысалы өткенде C5+1 болды, яғни C5+1. C5 деген Central Asia, яғни Орталық Азиядағы бесеу қосылған Америка болды. Енді Трамп соның Орта Шығыстағы нұсқасын жасау мүмкін. Немесе Американың ғана емес, тұтас НАТО-ға Орта Шығыстан одақтас қылып, Саудияны не
Египетті, Мысырды, не Араб Бірлескен Әмірлігі, немесе осының бәрін қосуы мүмкін. Қысқасы, енді орта шығыс ары қарай Ресей мен Қытайдың Америка және Еуропамен ұстасатын алаңы болмайды. Енді орта шығыс, әсіресе орта шығыстың ең мықты атаманы ең мықты атаманы Сауд Арабия енді Америкаменен тастай берік, болаттан берік, тастан қатты одағы болып шыға келді. Бұл анығында өте үлкен жақсылықтың белгісі. Неменеге? Орыс орта шығыста от көсегел қай заман. Анау Совет одағы кезінде Сирияға әскер кіргізді. Анау Совет одағы кезінде Каддафиді қарумен қамдады. Анау Совет одағы кезінде Саддам Құсайынды, ал Совет құлағаннан кейін Ресей Саддам Құсайынды қарумен қамдады. Ол Совет одағының арғысын айтсақ, 48 жылы орта шығыста Арабпен жойып болды, соғысты тоқтатайық деп мәмлеге келіп жатқанда, Египетті қарумен қамдап, қазіргі Палестинаға басып кірді. Болмаса Палестинада сол заманда Біріккен Ұлттар ұйымы Арабқа да, жойытқа да тепе-тең шешім қабылдап, ал Әл-Құдысты, яғни Палестинді бүкіл дүние жүзіне ортақ қала, яғни бүкіл адамзаттың қаласы қылып құрамыз деген. Себебі ол жер христиандардың да қасиетті жері, діни наным бойынша, мұсылмандардың да діни наным бойынша қасиетті жері, еврейлердің де діни наным бойынша қасиетті жері. Мұсылмандар өз жерде атақты Әл-Ақса мешіті бар. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам осы атақты Әл-Ақса мешітінен Миғраж түні ғарышқа ұшқан деп нанады. Миғраж түні осы мешіттің мұнарасынан ғарышқа ұшқан деп нанады. Көрдіңіздер ме? Енді христиандар ол жерде өздерінің нанымы бойынша пайғамбар, Құдай және Құдайдың ұлы және киелі рух Иисус Христос сол жерде дінін таратты және сол жерде қастандық ұшырады деп нанады. Ал Мұсаның үмбеті болса, еврейлер болса, бізге қасиетті кітап Тауратта біз Египеттен шығар кезде, яғни Перғауынның тепкісінен еврейлерді құтқарып, Мұса пайғамбар жаратушыдан түскен, Алладан түскен уахи бойынша, өзіне түскен Тауратта көрсетілген жол бойынша Қызыл теңізді қолымен жарып отырып, алып, оны артынан қуған Перғауын және оның әскері суға ғарық болып, ал Қызыл теңіз қақ жарылған кезде Мұсаның артынан ілесушілер теңізден өтіп кетіп, сөйтіп Тауратта уәде етілген Ганан жеріне, яғни жерінде сүт пен бал ағып тұратын Ганан жерінде өмір сүреміз деп сол жерге жиналған болады. Демек, бұл үш діннің де қасиетті жері, сондықтан Біріккен Ұлттар ұйымы оны бүкіл адамзаттың ортақ қаласы қыламыз деген. Дәл осы Біріккен Ұлттар ұйымының ымырасын, пәтуасын кім бұзды? Қазақтар жанынан артық көретін орыстар бұзды. Қазақтар өзінен де артық көретін, қолаңсасын француздың әтірінен артық жағымды жұпар көретін ұлы орыс халқы сол кезде бүкіл адамзат бірігіп отырып шешім қабылдаған, сол заманның Біріккен Ұлттар ұйымы қабылдаған бейбітшілік келісімін бұзды. Египеттің құтырық басшысын құтырта отырып, татбасқан танктерін тегін беріп, әлгі атышулы Палестинге басып кіру содан басталды. Сол соғыстан мол соғыс, орта шығыста бір жолда 6 соғыс, ең соңында арабтар масқара болып жеңіліп, жерінен айырылып, тіпті Египет Суэц каналынан айырылып, әлгі біраз араб ел жерінен айырылып, Израильдің жері күннен күнге кеңіп, ең соңында біраз уақыт тыншыған соғысты тағы да сол орыс, Иран, Қытай қаржыландырған Қамас қайтадан үдетіп, қайтадан алдыңғы жолы қырғын соғыс болған. Оның өзі осы Трамптың кезінде күшпен мәжбүрмен аяқтағанын білесіздер. Міне. Енді бұл Салман Ханзаданың Америка сапары, Салманның 1 триллион араб долларын алып кеп, Американың долларымен есептегенде 1 триллион. Яғни миллиардпен есептегенде 1000 миллиард.
миллиардтардан 1000-і бар. Соншама қыруар ақшаны алып келіп, Америкаға инвестицияға салады. Яғни, бүкіл Саудияның ең ірі қаржысының бір парасы Американың қойны қонышына кіреді. Яғни, Американың экономикасы мен Саудияның экономикасы енді 40 шырмау матау болып байланғалы тұр. Енді ол матауды ешкім дүзе алмайды. Өссе, бірге өседі, өшсе, бірге өшеді. Бұл деген сөз, екі елдің тағдырын байлау деген сөз. Демек, осы жолғы дастарқаннан Орта Шығыста енді шын мәніндегі бейбітшілік, тыныштық орнайды деп үміт еттім де, және солай болса екен деп тіледім. Демек, енді Орта Шығыста орыстың айтақтауына ілесіп, тыныштықты бүлдіретін, бейуаз бұқараның қанын төгетін Саддам Хусейн, Башар Асад, Каддафи сияқты есерсоқтар болмайды. Кем дегенде Орыс, Қытай, Иранның айтақтауыменен бейбіт елге оғататын Қамас сияқты есіріктер де болмайды. Міне, Орта Шығыста шын мәнінде бейбітшілік орнаса, әлгі Орыс пен Қытайдан ақша алатын, қаржы алатын, дін тонын жамылған, қан төккіш содырлар да жоқ болды.